Кеттік жобасы Абай облысының тарихи әрі көрікті жерлерін таныстыру мақсатында жасалған travel шоу. Кеттік жобасының ерекшелігі алдымыздан жолыққан кез келген адамды белгілі бір жерге демалысқа немесе тарихи экскурсияға алып кету. Тек қана сол мезетте кеттік деп бізбен бірге баруға келіссе болғаны. Сондықтан да үйлеріңізде саяхатқа шығатын бір сөмкеңіз дайын тұрсын, себебі біз сізді кез келген жерден алып кетуіміз мүмкін. Сәлем достар, бұл кеттік жобасы Абай облысындағы ең алғашқы travel шоу. Саламатсыздар ма? Бұл кеттік жобасы дәл қазір бізбен бірге Алакөлге бірнеше күндік демалысқа кетуге дайынсыздар ма? Дайын емессіздер ма? Кешіріңіздер. Құрметті достар, бүгінгі шығарылымда біз табиғаттың бізге сыйлаған шипажайы Абай облысының ең көрікті демалыс орындарының бірі Айдыны Шалқар Алакөлге екі жолы болғыш адамды алып кететін боламыз. Мінекей екі адам келе жатыр бізге қарама-қарсы. Қазір барып сұрайтын боламыз. Добрый день. Здравствуйте. Это у нас travel проект Кеттик называется. Можно вопрос вам? Готовы ли вы сейчас, прямо сейчас, все бросить и поехать с нами в Алакөл? В Алакөл нет. Нет, не получится. Ладно, спасибо. Дәл қазір күндізгі уақыт болғаннан кейін бұл жерде адам саны аз болып тұр. Сондықтан да қаламыздың басқа да көрікті жерлеріне кеттік. Дәл қазір Семей қаласының Әсет Найманбайұлы және Мәңгілік ел көшелерінің қиылысындамыз. Осы жерге келдік. Біздің қатысушыларды осы жерден іздеп көрейік. Кеттік. Ассалаумағалейкум. Бола ма бір минутқа? Бізде Семейде адамдар сразу келісе қоймайды, өте қиын. Ол жағынан, бірақ үміт үзбейміз, жалғастырамыз. Жігіттер осындай кеттік жобасы, Семей қаласының алғаш рет ашылып жатқан travel жоба. Дәл қазір демалуға қалай желание бар ма? Алакөлде. Дәл қазір 2-3 күнге кете алмайсыздар алай. Супер. Надо было вас на видео снять, типа. Жоқ, мы на работе. Работа? Да, то же самое. Ладно, спасибо. Жұмыстан сұралайық деген бе? Иә, жібере аласыз ба жұмыстан? Жоқ, жібере алмаймын. Маған келіп біреу айтса, кеттік 2-3 күнге Алакөлге барлығы тегін десе, екі қолын көтеріп кетіп қалшы едім. Ай-ай-ай. Жұмыс болып тұр бірақ көбінде. Мынандай ыстықта срочно Алакөлге кетіп қалу керек қой. Семейліктер, қайдасыздар? Алакөл ұнай ма? Ұнайды, Алакөлге жылда барамыз ғой. Өзім Үржардікпін ғой, сол жаққа жақын, постоянно барамыз. Бәрекелді. Бізде мынандай ұсыныс сізге. Жаңағы жұбайыңыз ба? Жоқ, қызым ғой. Екеуіңізді Алакөлге 2 күнге алып кетсек, барлығы тегін, барлығы бесплатно. Бірақ дәл қазір кеттік деп айтсаңыз, есік алдында машина барлығы дайын тұр, сразу кетеміз. Тура қазір ма? Иә. Қазір жұмыс бар ғой менде. Тура қазір. Звондап сұрануға болмай ма? Қазір ма? Баруға болмай ма? Болмайды. Уақыт жоқ, кешіріңіз. Он несовершеннолетний, он на день не сможет. Ұқтым мен примерно қандай Қалай? жоба екен. Сразу қазір кеттік дейсіздер. Иә, сразу қазір Алакөлге барлығы тегін 2-3 күнге. Рахмет, керек емес. Асып жатыр бойында батыр. Біз жобаның қатысушыларын әлі де іздеудеміз, достар. Жарулақ 2 адам, Қабанбай 2 адам, Алакөл. Семей қаласын шыр айналып жүрміз, бірақ әлі қатысушыларымызды таба алмай жүрміз, достар. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біз міндетті түрде тауып, қазір Алакөлге шығатын боламыз. Кеше ғана Алакөлден келдік. Вы знаете, сколько миллионов я потеряю? 2. 2 миллиона? Да. Здрасте. Здрасте. Человек за 2 дня зарабатывает 2 миллиона, ребята. Как зовут, брат? Арстан меня зовут. Родной.
аяқ асты бір конкурс ұтып алдық біз, мамыр соған кету керек болыптыр 2 күнге. Мико апай бәріңіз жабылып, Софияны қарап берсеңіздер. Жұмыста жүрген кісі ғой. Жоқ, қызметтеміз біз. Қызметтесіз. Сұрануға келмей ме? Қазір звондап. Қазір звондап сұрансақ. Если я согласна, он тоже будет согласен. Да? Да. Так. Давайте я посоветуюсь, да? Бір ақылдасып алсаңыздар. Менің ойымша келісетін сияқты қазір. Келіспеді. Бұл кеттік жобасы Абай облысына Travel Show. Жігіттер, сіздерге мынандай ұсыныс бар. Осы жобаның атынан Алакөлге 2 күнге тегін 5 жұлдызды қонақ үй, развлекательный программа барлығы толықтай кіреді. Міне тұр автобусымыз. Дәл қазір кеттік десек кетуге дайынсыздар ма? Барайық қой. Неше, қазір ма? Қазір кетеміз 2 күнге. Тегін. Тегін барлығы. Тек қана сіздердің қалай күшті демалып жүргендеріңізді видеоға түсіреміз бол. Кеттік ба? Мә, наконец-то жігіттер, таптық. Таңғы 11-ден бастап жүрміз жігіттер, сенесіздер ме? Ешкім сенбейді, жаңағы барлығы тегін десек. Олай болса камераға бірге 1-2 дегенде кеттік деп айғайлап қойсақ. 1, 2, 3. Кеттік! Неке қатысушыларымыздың үйлеріне келіп тұрмыз. Қазір жігіттер дауыстар шығып жатыр. Қазір шығады сияқты. Чо, дайынсыздар ма? Ассалаумалейкум тағы да. Бексұлтан ғой, Не, Бексұлтан. Алибек және Бексұлтан міне қатысушыларымыз. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Олай болса, кеттік деп қойсам. Кеттік, жүр бәрін таста. Кеттік, бәрін Жігіттер, қазір Абай елі бренд дүкеніне келдік. Сіздерге дәл осындай кеттік деген футболка жасатамыз. кеттік, бәрін таста. Абай елі бренд дүкен естіпедіңіздер? Керемет дүкен. Осындай өзінің авторлық осындай футболкалар бар. Елімай клубының жанкүйерлері болсаңыздар және ФК Семей футзалының жанкүйері болсаңыздар, осы жерден керемет футболкалар алуға болады. Кепкалар және осындай Абай атамыздың нақыл сөздері жазылған, тағы да басқа тұлғаларымыздың нақыл сөздері жазылған. Бірінді қазақ, бірін дос көрмесең, істің бәрі бос деген футболкаларымыз бар деп қоясың. Бәрін таста. Кеттік, бәрін таста. Неге құрметті көрермендер, жігіттерге қатысушыларымызға арнайы кеттік футболкаларын жасаттық. Енді бұйырса жолға шығамыз. Сәттілік. Кеттік, бәрін таста. Жалпы осы сапардан не күтесіңдер? Қалай болады деп ойлайсыңдар? Өте керемет болады деп ойлаймын. Жақсы эмоциялар аламын деп ойлаймын. Жалпы сөзге жоқпын дейсің ғой. Бәрекелді. Өзің қалай ойлайсың? Көп экшн, қызықты сәттер, естен кетпес сәттер болып шығар енді осымен естеп. Біз осыдан тоқтамаймыз. Келесі Дубайға барамыз. Даланың гүлдері шешек жарған, өзіңді аңсатып барады. Көктемдей жайнайды асыл арман, дәл салғып самалдың шарабы. Өмірдің сәріне сен болмасаң, әлім боп шырғайсың сен қашын. Әлі сен жырмысың, еркелеп жүрмісің, сырмысың жүректі шарпыған. Әлі сен жырмысың, еркелеп жүрмісің, сырмысың жүректі шарпыған. Тамақ ішуге қарай тоқтаймыз. Сонау Абай елінен үкілі Ұржарға да жеттік. Қазір жігіттермен, съемочный группамен осындай рахмет деген жерде таңғы асымызды ішіп алып, ары қарай жолымызды, сапарымызды жалғастыратын боламыз. Маған манты. Осындай керемет дастарханда отырып қазір таңғы асымызды ішетін боламыз. Сонда завтракқа манты жейтін мен ғана ма? Жалғыз емес екенмін, завтракқа манты жейтін. Бексұлтан тоже. Екеуміз. Арбуз аламыз, арбуз. Сізден аламыз. Рекламаңыз жақсы екен. Арбуз.
нағыз қауынның отаны, Үржар ауданы. Қазір Науалдамыз. Осы жерде барлықтарыңыз Семей қаласында Үржарские арбузы дейтін барлығы осы жақтан Елтай ауылынан шығады достар. Қараңыздаршы, целый көше барлығы қауын сатып тұр. Саламатсыз ба? Қауынға бонус дейді апайымыз айтады. Бонусқа не бересіз сонда? Бонусқа дыня берем. О, мінекей, қауын алсаңыз, бонусқа дыня. Дыняны бізде қалай айтады? Діңке дейді, иә? Діңке дейді, иә. Көп жақтарда қауынды, дыняны қауын дейді. Мынаны қарбыз дейді. Бізде дыня ол діңке, огурцы, огурчик. Натуральный продукт. Арбуз аламыз, арбуз. Арбуз. Мощно. Четко. Керемет, ешқандай қоспасыз, ешқандай дәрісіз өсірілген нағыз табиғи, иә? Вообще ештеңе қоспа. Местный, уржарский, настоящий арбуз. Қауын береді, және қол жуады. Қаруға жалпы аты қалай? Қаруға жалпы емес қой. Өзіңіз есіміңіз қалай? Жомарт қойыз. Жомарт бағалы, иә. Біздің қонақтарымызға екі қауын сыйлыққа беріп отыр. Науалдан өтіп бара жатсаңыздар, дәл осы жерге тоқтайсыздар. Зүлфия ханым, қауын алсаңыздар, дыня жаңағы бонусқа береді. Сәлем деп қойыңыздар, кеттік жобасы. Ассалаумағалейкум. Кеттік па? Ассалаумағалейкум Олжеке. Қалайсыздар? Жақсы. Қош келдіңдер. Көкпектіге барсаңдар, оларда бренд бар. Толағай деген таулары бар. Абайға барсаңдар, Шыңғыстау деген таулары бар. Бізде Жайтөбе деп айтады. Жайтөбені енді байқап тұрған жасында биіктігі Шыңғыстаудан да Толағайдан да биік, просто біз Жайтөбе деп айта саламыз. Өйткені оның ар жағында Тарбағатай деген биік тау бар. Бұл қақпа, былай қарап тұрсақ, граница ғой. Ар жақта уже бізде Қытай басталады. Сондықтан да Қабанбай батыр кезінде, былайша қазіргі военный тілмен айтқанда, погранда болған ғой. Пограничник болған ғой. Ел іргесін мықтап ұстап тұрған. Сондықтан да бұл жердің мақаншының жігіттері де Қабанбай атамыз сияқты сондай мықты жігіттердің бірі. Мақаншыдамыз достар. Жиырма 27 жылдан кейін аудан орталығы атағын алған Мақаншының көшесінде кетіп бара жатып, көзіміз осы бір ғимаратқа түсті. Қазақтың суырып салма ақыны, әнші, композитор Әсет Найманбай ұлының мұражайы екен. Көріп тұрып, өтіп бара жатып, кірмеске болмады достар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Алмас болған дейсің. Рахмет. Өзіңіз осы жердікі. Осы жердік. Сізді жақсы біледі дейді осы өзен тарихын. Бір-екі ауыз айтып берсеңіз. Неге Қатын су деп аталады? Бұл енді бұрынғы тарихтан келе жатқан өзен ғой. Бұл Тарбағатай тауынан басталады. Сол жақтан басталады. Кезінде мына жарды көріп тұрсыздар. Қандай үлкен өзен болған заманында, ертеректе. Енді содан кішірейді. Қазір енді өздерің білесіңдер, мына жоғары жақта егіншілік шаруашылығы дамыған. Сол жаққа қарай бұрды көп суды. Содан кішкене су азайып тұр, енді жылдан жылға тасыған кезде терең болады. Енді Қатын су деген енді өзінің былай жеке тарихында айтылғанда, бұл кезінде сол тасығанда сол адамдар өтемдеп аққан бекен, сонда бір әйел адам батып кеткен ғой осы. Сол менен солай аталып кетті деп естиміз енді, шынын айтқанда дәл тарихы солай. Енді басқасын білмедім. Жақсы. Енді бүгін осыдан Тарбағатайдан аққан су, бұл енді Алакөлге жаңа өздеріңіз білетін атақты Қазақстан Бетқұстар көлінің бір Алакөл ғой. Соған құяды. Соған құяды.
Жақсы, рахмет. Өз арасында тұма шығады бұл енді, бұл өзінің жартылай тұма шығатын өзен бұл. Жағалай. Өте жақсы өзен. Әлбетте осы аяғына дейін сол мал шаруашылығы қолданады көлге жеткенге шейін. Бұл енді халыққа бір берген құдіретті жақсы суға. Тамаша өзен. Біраз шаруашылықты сумен қамтамасыз етіп отырсыз ғой. Мына жоғары жақтағылар түгел сол мына егін шаруашылығы бар. Жем шидеге кетіндер бар, солардың бәрі сол ана канал жасалған алдыңғы жылы. Осы аудан болмай тұрғанда каналды бастаған, сол канал қазір істеп тұр. Сол халыққа көп пайдалы. Бидай егеді, жүгері егеді. Жаңа көкөністердің мына картошкан бар, сәбіздің, сарымсағың бар, солардың бәрін, капустаң бар, солардың бәрін осы. Осы жерге осы Мақаншы халқына көп халық қамтамасыз етіп отырған. Әлібек, Алакөлге барған кезде бірден естейсің. Суға шомылам? Суға шомылам? Бірден. Анда нетпейсің ба, гостиницаға орналаспайсың ба десе? Бексұлтан, Алакөлге жеткен кезде бірден естейсің. Гостиницаға орналасам? Сен гостиницаға орналасасың? Душқа түсу керек. Әлібек көлге кетеді. Көлге кетеді. Қазір көрейін. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat? Алакөл лав демалыс қонақ үйіне қош келдіңдер жігіттер. Ассалаумағалейкум. Ал, демалыс жақсы өтсін. Мінекей, осы қонақ үй өте әдемі, өте керемет. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерге бір қарағаннан уже сразу түсінуге болады. Сендердің демалыстарың өте керемет деңгейде өтеді бұйырса. Олай болса жүріңдер, сендердің номерларымен танысайық. Мінекей, комнаталарыңыз, осы жерде демалыстар, туалет, ванна, душ барлығы бар, бүкіл жағдайлар жасалған. Енді жақсылап демалып алыңыздар, содан кейін жаңағы программамызды бұйырса бастаймыз. Әлібек нағыз сөзінде тұратын жігіт болып шықты. Бағана Мақаншыда айтқандай, Алакөлге барғанда бірінші не істейсің дегенде, бара салып суға түсем деген, қазір көретін боламыз. Қалайсыздар? Жаңа балалар обедін ішіп алып, кішкене демалып алайық деп номерларына кіріп кетті. Біз де сол уақытты пайдаланып, кішкене демалып алайық дегенбіз. Кетіп қаппыз ұйқыға. Қазір келе жатырмыз. Балалар не істеп жатыр екен? Кіріп қарап көрейік. Ребята! Ребята! Балалар жолдан қатты шаршаған сияқты. Ұйықтап жатыр. Тіпті қаққанымыз естімей жатыр. Прикинь, естерін ашпайды. Қатты шаршап, не көріп тұрмыз терезеден ше, бірақ ашпай ұйықтап отыр, оянбайды. Ау? Қақпа болды. Короче, балалар ашпайды, ұйықтап жатыр. Мен білмеймін былай, қалай ұйықтауға болады. Прям құлақтың түбінен тарсылап тұрмыз. Пластик кіріп қалды жақынар. So clap, yeah, so clap, so clap, yeah, so clap, so clap. Yeah, whoa. Miss Shemi want see everybody on move. Dance all enough. That man coming. Квест жалғастырамыз, достар. Кілт алынды. Қазір балаларды барып оятатын боламыз. Somewhere just bounce up. Yeah. Ол кетті. Ребята! Ребята! Пацаны! Не деген ұйқы, а? Әлібек? Бекс? Бекс! Бекс! Әлиба, Бекс! Бекс, қалайсыңдар жеге?
Что там? Жолдан қатты шаршап қалдыңдар ма? Базар жоқ, терезені мына тарсылап тұрмыз ғой, прикинь, жарты сағат бойы. Келе жатқан кезде ақырын келесің, не ма? Иә. Енді өшірдей қалған кезде қызыл кнопканы басасың, не ма? Иә. Маған қарай ұстап отыр. Иә, сөз. Rosalina, bellerin ko'ralib biydeding Macarena. Macarena, como que Macarena. Rosalina, bellerin ko'ralib biydeding Macarena. Macarena. Что там, эмоция қалай екен скутердан? Жестко, зашкварный, жестко, мощный. Айта алмадым, сіздер отырыңыздар. Жігіттердің эмоциясы күшті скутердан алған, енді қазір қорқыныштарын жеңуге бара жатырмыз. Мына қараңыздар. Келін болып қалуға дайынсың ба? Менің басым күтіп қалып, сенің сыңғырлаған әдемі даусыңа. Қара көздеріңді love me. Қалай екен эмоция? Дерзко, адреналин зашкаливает. Қалай істен даусың Барасың ба соңына дейін белдерің секілді Анджелина Джоли. Сүйесің бе жүрегімді қайтар есіне, білесің бе. Кешкі Арбат өте керемет әсер, әрі бері жүрген адамдар барлығы керемет бір дем алып жүр. Мына жақта бізде Семей қаласында бренді қымыздан жасалған балмұздақ достар. Ассалаумалейкум. Қымыздан мороженое жеп көрдіңдер ма? Жоқ. Хотите попробовать? Семей қаласы, Мадейн Семей, қымыздан жасалған балмұздақ. Ерініңнің дәмі әлі есімде. Розалина. Абайның Натуральный, полезный мороженое. Саумал, родной. Саумал, родной? Сливочный, клубника, баблгам, банан, Сливочный. Да, жігіттер. Қымыздан жасалған. Менде саумалдан жасалған балмұздақ. Мынау тәтті. Қымыздан жасалған кішкене кислый, қандай дейсің? Қымыздан жасалған балмұздақ кисло-сладкий екен. Прикольно. Жень, какой ты будешь мороженое? Сливочный? Rosalina, bellerin ko'ralib biydeding Macarena. Macarena, como que Macarena. Rosalina, bellerin ko'ralib biydeding. Осы жерінде жергілікті адамдардың айтуынша, осы жерде ең керемет шашлык Мақсат кафесі дейді. Қазір дәмін татып көрейік.
but the west side. Ain't nothing going on but the bomb-ass rap song hitting all night long. Just like me on the black and white ivory, getting 6 on a T-Leaf. You don't wanna see a G break your ass like dishes, buster ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace, but that ain't poppin', ain't no stoppin'. I got skills, so back on up or I check that chin. Down as fuck and I pull off hand. You gets no love and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. Chillin' with the homies, smelling the bud. Double park, then I'm talking to Dub about who got a plan, who got a plot, who got, and who got shot. Cause everybody knows that he got the info. Crazy tunes hanging out the window. Fool, I got them bomb-ass tapes. Абай облысының Інжу маржаны Алакөлдің жағасында орналасқан аквапаркке біздің қатысушыларымыз Бексұлтан мен Әлбекті алып келді. Суреттерге өң жетпейді ме кейде тым қиын сүймені ол биік күйдің әні теңге теңеуге келмейтін ол бейне мына бала айтып кетті дұрыс әңгіме махаббат шынымен суретсіз аниме менің бар мұз сезгенше көрсетем көбісі білмейді өзінше көрсете кеудеме біткен бойды сол жаққа сонда сенің орының толып жатқан сезімдермен егер сенбесең мұнда тексер еркелетпе кезін тек сен маған олай өкпе ойлама өтірікте бөппе қара бері мұнда қара жүрегіңді бол мұнда қара маған олай өкпе ойлама өтірікте бөппе қара бері мұнда қара жүрегіме бол сонда Алакөлдің жағасынан еркін жүзетін орын таппағаннан кейін суы мөлдір, ауасы таза, Алакөлдің қақ ортасынан өзіндік әдемі бір орнын тапқан Аралтөбеге келдік. Аралтөбе аралы су маңын мекендейтін ерекше құстардың ұя салу орны, сондықтан да бұл жерде адамдарға ұзақ уақыт қалуға болмайды, және аралдың тыныштығын бұзуға қатаң тыйым салынады. Аралға келген әр турист табиғат алдында өзің жауапты екенін сезініп, барлық жануарларын киелі санап, көл жағалауларын таза ұстауы керек. Табиғатсыз адамзаттың күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Әсер өте күшті. Бүгін соңғы тамам, бүгін соңғы күн. Бүкіл позитивті күнде істейміз. Өзіме қуанамын. Осындай шанс, миллионда бір рет келетін шанс. Оны біз жібермедік енді. Сразу ұстап алдық. Сонымен болса қыдырып отырмыз, бәрін көріп. Мінекей аралға ауат келдік. Өте тамаша әсер алып жатыр балалар. Барлығы тамаша болды. Келсеңіздер аралға барыңыздар, бірақ ол жақта тазалықты міндетті түрде сақтау керек. Аға, рахмет сізге.
давайте жақсы. Сәлем айтқанбыз. Жандос ағамыз, келсеңіздер, осы кісіге келесіздер, Аралға апарып келесіздер. Рахмет көп. Жаздың бір тыныш кезінде Алакөлде кешкі Арбаттың тірлік тынысын тамашалайық деп көшеге шықтық. Арбаттың екі жағы кіші бизнес нүктелеріне толып тұр. Донер дейсіз бе, восточный кухня дейсіз бе, немесе жаңағы бургер, мороженый, кез келген заттар бұл жерде бар. Балық қаншадан бай? Осы Алакөлдікі, иә? Күшті екен. 2000 теңгеден ба? Есімдеріңіз қалай? Есіміз Жаңыл. Жаңыл апай, сіз? Ақбота апайымыздан осылай балық алыңыздар, келсеңіздер. Осы көлдің балығы свежий, не, жареный. Құрметті достар, мінекей кеттік жобасының алғашқы шығарылымы, тұсаукесер шығарылымы өз мәресіне жетті. Біздің қатысушыларымыз Бексұлтан мен Әлібекке өте қатты ұнады деген үміттеміз. Алдағы уақытта жеттік жобасының 1000-шы шығарылымында жүздесе берейік. Қадірменді көрермендер, барша осы жобаның демеушілеріне мың алғыс айтамыз. Құрметті достар, Алакөлге келіңіздер. Тағы да кеттік жобасымен Абай облысының әдемі жерлерінде кездескенше аман сау болыңыздар. Одан да қинамай отқа шақ мені. Осы келесі жолы өзім отбасымен, достарымен келемін осы Алакөлге. Барша көрермендерге сәлем. Біздің проектіміз тәмам. Алакөлде өте күшті болды. Ұнады, бәрі жақсы болды. Біз өзіміздің мүмкіндігімізді жібере алмадық. Бардық, көрдік. Бәрін көрсетуге тырыстық енді. Алакөлде не бар, қайда баруға болады. Біз өзімізде көрдік, сіздерге көрсеттік. Осымен рахмет бүкіл демеушілерге, кеттік программасына, проектке. Сау болыңыздар. Біз қоштаспаймыз. Айтпақшы, достар, біз Алакөлге бірінші рет келдік. Кеттік бағдарламасын көрсеңіздер, мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Біз сияқты кетіп қалыңыздар. Бұлай